Жылдам жолмен миллионер бол. Автор М.Дж. Демарко. Бұл жай мотивация емес, нағыз қаржылық жүйені бұзатын кітап. Ол баяу деген өтірікке қарсы шығады. Демарко бұрынғы жүргізуші, кейін кәсіпкер болған. Бір күні Ламборгинимен келе жатқан бай адамды көреді де шешім қабылдайды. Мен де бай боламын. Бірақ зейнетте емес, жас кезімде. Ол сайт ашады, бизнес бастайды, бірнеше рет күйрейді. Соңында бәрін түсініп, жүйе жасайды. Нәтижесінде жас кезінде миллионер атанады. Кітаптың негізгі идеясы: көп адам баяу жол жүйесімен жүреді. Бұл көп жұмысте, үнемде, зейнетке шыққанда рахат көр деген өтірік жол. Нағыз байлық жылдам жол арқылы келеді. 3 түрлі жол бар. 1. Шет жол, кедейлер жолы. Ақшаң барда жұмсай бер. Ертеңгі күнге сенбе. Бұл көпшіліктің жолы. Олар қымбат зат алады, несиеге өмір сүреді, инвестиция туралы білмейді. Мұндай адамдар әрқашан ақшадан қысылып жүреді. 2. Баяу жол, орта топ жолы. Жақсы оқы, жақсы жұмыстап, үнемде 65-те зейнетке шық. Бұл қаржылық тәртіпті жол. Бірақ Демарко бұл жолды өтірік дейді. Сен жастық шақта кедейсің. Байлығыңды 65 жаста ғана пайдаланасың. Инфляция, ауру, күтпеген жағдай бәрін бұзуы мүмкін. 3. Жылдам жол, нағыз байлар жолы. Ақша табу үшін өз уақытыңды сатпа. Сенің жүйең жұмыс істесін. Бизнес, масштаб, активтер, міне жол. Жас кезде бай бол, жүйе құр, өзіңе емес, құндылыққа жұмыс істе. Жылдам жол қағидалары. 1. Уақыт, ақша тең емес. Ақшаны тек уақытыңа айырбастасаң, ешқашан бай болмайсың. Жоғары жалақы, байлық емес. Байлық тең еркіндік, таңдау, жүйе арқылы табыс. 2. Бизнес тең проблема шешу. Неғұрлым үлкен мәселені шешсең, соғұрлым көп табасың. Бизнес бастау үшін ақша керек деген өтірік. Саған идея, дағды және нарыққа құн керек. 3. Масштабты алу. Табыс шектеулі болса, ол жылдам жол емес. Уақытпен шектелмейтін табыс көзі керек. Онлайн бизнес, программалық өнім, авторлық құқық, жүйе. 4. Бақылау өз қолыңда болсын. Жалдама жұмыс, сенің өмірің басқа біреудің қолында деген сөз. Өз бизнесің, өз өнімің, өз арнаң, өз аудиторияң болу, бақылау деген сол. 5. Қаржылық еркіндік тең үштік формула. Байлық, табыс, уақыт, жұмыссыз да жүретін жүйе. Сен жоқта да ақша түсіп жатса, бұл нағыз жылдам жол. Автордың шабыттандыратын идеясы: өмір сенің қолыңда. Тек сенің. Бірақ таңдау бәрін өзгертеді. Жай жол ма? Жылдам жол ма? Әлде әлі шеткі жол ма? Қорытынды: жақсы оқы, жақсы жұмыс істе, бұл баяу, ескі жүйе. Байлық жастық шақта, тәуекелде, жүйеде. Уақытты сатпа, жүйе құр. Проблема шеш, құн жаса. Масштабқа жұмыс істе. Өз жолыңды жаса, біреудің жолына жұмыс істеме. Бұл кітап байлыққа апаратын жолды толық бұзады. Егер сен жылдам жолды түсінсең, қай салада жүрсең де жетістікке жетесің.